Сәлем достар, YouTube арнама қош келіпсіздер. Бүгін осындай шұғыл шығарылым деп айта берейік. Жаңа ғана аяқталған F тобының ең алғашқы ойыны осы Европа чемпионатындағы және ең үлкен интригалардың бірі Европа чемпионатындағы Португалия ұлттық құрамасы мен Венгрия ұлттық құрамасының арасындағы ойын аяқталды. Және бұл видео мүмкін аз просмотр, аз қаралым жинап қалуы мүмкін, себебі қазір түннің уақыты, өздеріңіз білетіндей, сіздер Португалия, кешіресіздер, Франция, Германия матчын қарап отқан шығарсыздар. Және кешірім сұраймын, бір жағынан Lightbox деп аталатын сол бір видео түсіретіндер жақсы біледі. Сол Lightbox'тың заряды да өте аз қазірге қуаты. Сондықтан өте шұғыл шығарылым болғандықтан ешқандай дайындықсыз бастап отырмын. Шығарылымның себебін өздеріңіз де білсеңіздер керек. Криштиану Роналдо. Мен осы превьюде, Европа чемпионатына превьюде және F тобының превьюінде де айта кеткен болатын. Криштиану Роналдо бұл басты интрига Европа чемпионатындағы, жаңағы Европа чемпионатының тарихындағы үздік сұрмерген бола алады ма деген, бола алады деп өзім сенімді айтқан едім. Және сенімді ақтады деп айтсақ болатын шығар. Бірінші матчтан ақ бір емес 2-1 гол соқты және Мишел Платинидің рекордынан 2 гол оза шапты қазір. Және жаңағы ешқандай қарсылассыз дәл қазір бірінші орында тұр. Жаңа рекорд. Одан бөлек 5-1 Европа чемпионатында ойнаған бірінші ойыншы Криштиану Роналдо. Одан бөлек 5-1 Европа чемпионатында гол соққан ойыншы. Және де Европа чемпионатының үздік сұрмергені. Міне бір ойында 2 голмен 3-1 рекорд қойып отыр Криштиану Роналдо. Ал ойын жайында сөйлесетін болсақ, жалпы бұл негізі Португалия ұлттық құрамасы үшін өте маңызды жеңіс және өте ауыр жеңістердің бірі болды деп айтсақ болатын шығар. Және әрине ойынды қарамаған адамға есеп мүлдем жаңағы сәйкес келмес ол сөзге. Алайда ойынды қарағандар біледі, Венгрия ұлттық құрамасы өте қатты қорғанды, автобус дейді ғой, сол бір футбол әлемінде өте мықты қорғаныста болды. Және Мажарстан ұлттық құрамасы тіпті гол соғып та үлгерген болатын ойынның 75-ші минутында. Алайда ойыннан тыс қалған болатын сол мажарстандық ойыншы және артынша Португалия ұлттық құрамасы кірісіп, бар жоғы 10 минуттың ішінде 3 гол соқты. Және бірінші голда әрине позициялық өте Португалия ұлттық құрамасы Роналдудың қатысуынсыз өте керемет ойнады, өздеріңіз көрдіңіздер. Ал енді екінші гол, үшінші гол ол әрине Роналдудың жаңағы талантына, мастерство дейді ғой, сондайына байланысты нәрсе ол әрине. Маңызды жеңіс, бұны да айта кеткен жөн, себебі алдағы 2 ойын, өздеріңіз білетіндей Германия және Франциямен ойын әртүрлі нәтиже болуы мүмкін. Бұл группада, бұл топта өзім айта кеткендей интрига өте жоғары деңгейде. Сондықтан әрбір ұпай дәл қазір Португалия үшін маңызды. Және өздеріңіз байқаған шығарсыздар, айтпақшы, менің үстінде 2018 жылғы Португалия ұлттық құрамасының жейдесі десем болатын шығар. Жаңағы специальный выпуск дейді, орысша енді арнайы сатылым болған сол уақытта. Мінекей Португалия ұлттық құрамасы және артында 7-ші номер. Әрине Криштиану Роналдоның аты жазылмаған. 7-ші номер. Мен осы превьюде айта кеткен болатынмын ғой, ол Португалия ұлттық құрамасының жанкүйерімін деп. Және Венгрия ұлттық құрамасы жайында айта кетейік. Мадиярлар дейді, өте керемет ойын көрсетті. Тіпті жеңілгеніне қарамай мойындау керек. Адам Салаида, мысалы, қақпашы Петер Гулачи, мысалыға. Петер Гулачи бүгін өзінің бір үздік матчтарын өткізді деп ойлаймын. Алайда әрине жаңағы сол тәжірибе, профессионализм әрине үстем шықты. Оны мойындау керек. Барша Криштиану Роналдоның жеке жанкүйерлерін, барша Португалия ұлттық құрамасының жанкүйерлерін осындай маңызды жеңісімен құттықтаймын. Мүмкін сіздер қазір Германия мен Франция арасындағы матчты қарап отырған шығарсыздар, алайда видео өте маңызды тақырып болғандықтан осындай кеш шықса да сіздердің лайктарыңыз бен комменттеріңізге лайық деп ойлаймын. Айтпақшы, ұмытып бара жатыр екем, Криштиану Роналдоның осы матчқа дейінгі настройы дейді ғой, орысша настройы дейді. Оны сол матчтан алдыңғы пресс-конференциядағы Криштиану Роналдоның кішкене форс-мажор дейді ғой, сондай сәтінен байқасаңыздар болады. Алдында тұрған 2 Кока-Коланың жаңағы бөтелкесін алып, жаңағы табиғи су ішуге жаңағы үгіттеген болатын. Және ойынға шығып, өзінің табиғи судың пайдасын көрсеткен де Криштиану Роналдо. Міне достар, қысқаша видеом
Ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Сіздермен бірге болған мен Ботиньо KZ арнасы.